Саламатсыздар ма? Мен алдында бір видео түсіріп едім. Онда сол осы Салтанат Құсманқызының әпекесі Бағдат Құсманқызы боламын. Салтанат Құсманқызының туралы ақыл кеңес сұрамақшы болдым. Бүгін екінші рет тағы да түсіп отырмын. Бұндағы мақсатым тағы да мен бір сұрамақшы болған білетін адвокат және заң жөнінде білімі бар, қазақ деген қаны бар ағаларымыздың, әпекелеріміздің бір көмегі болса деп тілеймін. Бүгінгі мақсатым мына бір заңдарда бар деп естимін, кейбір консультат алып бірнеше заңгерлерге барып көрдім. Сонда мына Салтанатқа алдап қол қойғызып алған кәсіби ордер бойынша. Кәсіби ордер бойынша бұнда мына жерде Асқар Жакулиннің қолы тұрады. Асқар Жакулиннің аты тұрады, бірақ қол жаңағы зам директордың қолы. Осы дұрыс па? Бір заңдардан тармақтарында, статьяларына қарағанда, егер осы жерде кімнің қолы тұрса, Асқар Жакулиннің қолы тұрса, Асқардың қолы тұру керек. Ал енді зам директордың қолы болатын болса, онда бұл жерде фамилия, имя, отчествосында жаңағы зам директордың аты тұру керек деп естідім. Сондай не естідім. Ал дәйбермеспен болған күннің өзінде де өзінің атын жазады деген сөз болар. Ал заң, біздің заң бұған қараған жоқ. Сол туралы сіздерден кішкене ақыл сұрасам, осы дұрыс па? Енді және бір білетінім, Салтанатты бұл осы жұмыс бастара бастағаннан кейін Салтанат жаңағы шындығын айтып, бұл ақша, фирманың ақшасы дегеннен бастап, жаңағы телефонда оны кәдімгі Қытайдың WeChat-ында оны қорқыта бастаған. Оның қорқытқан себебі, мен сені түрмеге тығамын, түрменің іші сенде қандай болады, оны өзің білмейсің, менің таныстарым көп деген секілді қорқыта бастаған. Сонда біздің Қазақстанның азаматтарын мен сатып аламын, мен сол жерден барып сені түрмеге тыққызамын деген мақсатта айтқан сөзі ме? Оны да түсінбедім. Сонда міне оны Қытай тілінде жазылған, оны мен қазақшаға описание түрде аудартып, дайындап қойғам. Оны да көрсетуіме болады сіздерге. Осы жақтан сіздерден ақыл сұрайын деп едім. Енді бір нәрсем, жаңағы Жакулин қайтыс болғаннан кейін, қайтыс болғаннан бір күн бұрын жаңағы өзіне приказ шығара салып, дереу Салтанаттың үстінен арыз жазған. Ал жаңағы приказ қайтадан протоколмен июльдің 2016 жылы июльдің нешесі? 27-сілерінде тағы да протоколмен неге шыққан. Ол қайтадан директор болып сайланған. Директор болып сайланған, сол кезде тағы да приказ шыққан. Сонда не үшін екі приказ болады? Менің заңгерлерден консультат алып сұраған кезімде негізі штабта тек бір адам ғана Асқар Жакулин болса, ол жолдасы қайтыс болғаннан кейін әйелі Жанвей бол 6 айдан кейін өзін директор болып сайлауға болады деген нәрсе естіген. Сондай әңгіме естідім. Сол себептен осы туралы да біздің заң қандай шешім шығарып жатыр екен, соны заңның шешімі дұрыс па, дұрыс емес пе Салтанатты соттап жіберуге. 2016 жылдан бастап жаңағы bütün документтердің, bütün қағаздардың бәрін қарасаңыз, менің жаңағы айтқан секілді, мына кәсіби ордерде толтырған секілді, bütün қағаздарда артында Асқар Жакулиннің аты тұрады, қолы мархаба, зам директордың Шакырева Мархабаның қолы тұрады. Вернемся к обстоятельствам подписания расчетно-кассовых ордеров. Салтанат вам приходила, говорила, вы подпишите, я эти деньги заберу себе. Салтанат сізге келіп, жаңағы расчетный, расходный дедіңіз. Есептік шығыс ордерларына қол қойыңыз, мен ақшаны аламын деп айтқан кез болды. Расходник жасалынып, болғаннан кейін маған алып келеді. Бірінші Вы, уважаемый свидетель, вы даже при 10 разных вопросах, я смотрю, вы отвечаете одинаково. Я прошу ответить конкретно на мой вопрос. Обстоятельства, которые были при подписании, мы прекрасно знаем. Но в том случае вы рассказываете механизм, общий механизм,
Меня интересует вопрос. Салтанат приходила и говорила вам вот эти деньги мне передать? Салтанат маған Салтанат келесіге келіп мына ақшаны маған бер деп айтты. Салтанаттың өзі ма? Өзі алып келді, мен қойып бердім. Вы буквально до обеда... Носила я... Ақшаны алған адам кім алса да, Салтанат алсын, басқа алсын, расходникті алып бірінші бастыққа қол қойғызады, потом маған келіп қол қойғызды, мен қол қойып бердім, өзі барып ақшаны мен қол қойып беруім керек, бірінші руководитель айтқаннан кейін. Ары қарай ол ақшаны алып кетті ма, не қылмады ма, ол менің неме кірмейді. Вот вы сказали, Кто-либо что... другой или Салтанат, если приходит подпись, это сначала в расходниках расписывается начальник, и после того, как руководитель говорит, я расписываюсь, я отдаю, а дальше этот человек с этим расходником идет получается. Я повторюсь, еще раз говорю. Салтанат к вам подходила, говорила, что надо расписаться в этом расходнике. Салтанат ко мне Салтанат өзі келіп, мынау расходникқа қол қою керек деп айтқан кезі келді, әкелді, мен қолымды қойып бердім, бітті, ары қарай Салтанат расходникті алып кетті. Да, приходила, принесла расходник, я расписалась, и дальше она забрала и Хорошо. пошла дальше. Остальные 8 раз. Қалған кезде. Барлық жағдайда келіп қол қойғызды, мен қол қойып бердім. Меня интересует конкретно обстоятельства подписания 8 расходных Барлық ордеров. жағдайда 8 расходникқа қол қойып кетті. Барлық жағдайда 8 расходникқа. Нет, вы меня хорошо слышите? Когда, при каких обстоятельствах вы подписали и кто приходил вам, чтобы вы подписали этот расходный кассовый Вот ордер? при каких обстоятельствах мен жауап берем қазір. Кабинетте отырған кезімде... Давайте первый расходник. Когда это было? Кто присутствовал? Что вы в этот день делали? Давайте с этого начнем. Ол күні мен 4 жыл болып 5 жыл бұрынғы жағдай, мен ол күні не істеп отырғанымды мен не помню, бірақ мен кабинетімде мен всегда жалғыз отырамын, адам келеді, жалғыз өзі қол қойғызады. Я тот день именно чем занималась, я не помню. Я обычно сижу в кабинете одна. Естественно, мен жұмыс үстінде отырамын ол жерде, компанияның хисабын жасап отырамын. Сол обстоятельства деген сол, вот при обстоятельстве я делала работу, Салтанат ко мне подошла, я подписала расходник, и она ушла. Хорошо. Это был какой день недели? Это был день после обеда. Какая сумма стояла в расходнике? Давайте каждый разберем. Мен оған жауап бермеймін, өйткені мен оның бәрін есімде жоқ, қай уақытта болғаны, бірақ күні сол күндері расходникте даталары түгел жазылған. Қандай уақытта түс кезі ма, кеш кезі ма, мен қисайып отырғанда ма, түгел мен оны білмеймін. Во всех расходниках написаны даты. То есть я правильно поняла, вы не можете вспомнить обстоятельства подписания и выдачи денежных средств, правильно? Вы правильно поняли, я не помню, когда, қай уақытта я подписывала, но я помню день, сол күндері, қайда дата тұр расходникте, сол күні қол қойғанды білемін, қай сағатта екенін мен білмеймін. В каком именно времени я не знаю, не помню, а я помню, что тот же дни, которые указаны в расходнике, в те дни я и расписала. Сол дұрыс па? Осы туралы сіздерден кішкене ақыл кеңес сұрайын деп едім.